Ура, қыздар, наконец-то бүгін декреттен далаға шығатын күн. Бүгін коллективте үлкен той. Мен сіздерге сол жақтан блог жүргізетін болам. Шырт-пырт киініп, сол жаққа бара жатырмын. Golden Hall деген үлкен мейрамханада болды. Кіре берісте осындай әсем күймен барлығын қарсы алып жатыр. Осындай фуршет жасап қойыпты. Ішінде не жегің келеді? Өзіңізге ұнаған нәрсенің дәмін тата берсеңіздер болады. Мен сырдан бастадым. Неге екенін білмеймін. Дәмі деген өте керемет екен, ерекше болып көрінді. Одан кейін фрукты жедім, сосын артынан осындай бір нәрсенің дәмін таттым. Енді бізге той иесін, красавицаны көрсетейін. Сәуле деген ханым, қараңыздаршы, 60-қа мүлдем ұқсамайды. Коллективтің біраз қыздармен таныстырып өтейін. Әсел Айнұр ханым бізде бухгалтер. Кім келді, кім кетті, барлығын қадағалап отырады. Назира ханым 4 баланың анасы, барлығын біледі. Балаға не керек, қайдан, қай жақтан алуға болатын. Камила ханым бухгалтер, Анна Зарина ханым зажигалочка, вручалышка. Сосын қыздар живой дауыста осындай бізге әсем ән орындады. Осындай топ. Қазір көп жерде осындай мода болып жатқан секілді. Дастархан өте әдемі болды. Ас атасынан ғой деп, бірінші бауырсақтан жеп, дәмін татайын деп енді отырғаным сол еді. Сосын тойымыз басталды. Осындай әдемі қыздар мен жігіттер билеп біздің красавицамызды ортаға алып шықты. Өлеңдетіп тұрып, енді өте ерекше болды. Көп тойларда басқаша стильде жасайды. Бұл өте ерекше екен. Одан кейін 5 бармақ келді. Барлығы 5 бармақты күтіп отыр екен. Мен де ет жегім кеп, ет жемейлі біраз болған ғой, даяршы. Отыра беріңіз, сіз жесеңіз болды, мен салып берем деді. Енді мен 5 бармақ жегенімді көрдіңіздер. Еті деген енді өте керемет екен, ауызда ериді. Осы көпшілікке асқан тамақ өте дәмді болады. Неге? Білесіздер ме? Содан кейін қарнымды тойдырып алып, енді биге шықты ғой Шынар ханым. Менің биімді тамашалаңыздар. Жартысы темір жолшылар болғандықтан артынан осындай пойыз биін билеп, ой, бидің түбін түсірдік, қыздармен биледік, күлдік, ойладық. Керемет отырыс болды. Сіздер коллективтің тойына қалмай барасыздар ма, жаза кетіңіздер. Сосын бала жылап жатыр деген соң жолдасым ертерек қайттым.